Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Енді сауалдарыңызды осы уағыз соңынан бір-екі ауыз сөзден кейін иншалла айта жатарсыздар. Сіздерге мен иншалла сол сабырлық мәселесі жөнінде аздап кішкентай тоқталып өткім келеді. Біріншіден, бауырлар, сабырлық жайында неге айттым? Сабырлық бұл пайғамбарлардың мінезінен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып өткен, Құран-ы Кәрим шақырып өткен істерден болады. Себебі өздеріңізге белгілі нәрсе, пайғамбарлардың мінезінен демекші болғаным, барлығымыз білеміз Аюб алейхиссаламның қандай сабыр еткендігі жөнінде. Ол көпшілікке ол кісінің сабағы болды. Нух алейхиссаламның қандай сабыр еткендігі жөнінде. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның қандай сабыр еткендігі жөнінде. Ал енді сабырлықтың үлкендігі жөнінде, ұлылығы жөнінде айтсақ, Аср сүресінің өзі жетерлі болады деп ойлаймын. Бүкіл адам баласы қайғы қасіретте болады. Мына бір 4-5 амалды орындамаған адамдар ғана деп Алла тағала айтып кете отыра. 5 амалды бөліп өтеді. Біріншісі әлбетте Аллахқа иманды болу. Екіншісі сол иманына жараса амал жасау. Үшіншісі бір-біріне насихат жасау. Төртіншісі сабырлыққа насихат жасау. Бесіншісі ақиқатта тұруға насихат жасау екен. Яғни осы амалдар барлығы дерлік қандай кесе де біздің бүгінгі тақырыбымызға бір нәрсесі бар, ол сабырлық жөнінде. Сабырлықтың маңыздылығы жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөздерінде қарасаңыз, сабырлылар, олар қияметте пайғамбарлардың, сиддиқин, шыншылдардың, әулиелердің жанында тіріледі деген сөзі бар. Ал Құран-ы Кәримде Алла табарака ва тағала айтады: "Ва юваффас сабируна ажрухум биғайри хисаб." Сабырлы болған адамдардың сауаптары есеп қисапсыз болады дейді. Ол қалай? Мен енді мына дүниеден ғана мысал келтірейін. Әлбетте ол дүниеге мысал бола алмас. Мына дүниеде деген мысал ғой енді. Сіз бір амал жасасаңыз, соның бір себебін алсаңыз, соның бір ақысын алсаңыз, мысал ғой енді. Сіз намаз оқыдыңыз. Қияметте әркім өз сауабын алып жатыр. Мысалы, пәлен намазға түгендей деген сауап деп есеп қисап болып жатса, сонда сабыр еткен адамға болса, есеп қисап жүрмейді дейді да ол жағында. Көтергеніңше алып кете бер деген сияқты ғой. Сабырлықтың түрлері болады дейді Имам Науауи өзінің бір кітабында. Сабырлық біріншіден ол жақсы сауап амалдарға сабырлық ету дейді. Намаз оқу үшін де сабырлық керек болады. Ораза тұту үшін де, білім оқу үшін де, яғни қандай да бір сауап амал жасау үшін де сабырлық қажет болады екен. Ал екіншісі, күнәларға да сабырлық керек болады. Ол қалай десе, күнәні жасамауға да сабырлық керек болады. Сол күнәні жасамаған адамға да сауап алушы жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көптеген мысалдар айтады. Сол мысалдардың бір естеріңізде, әйгілі бір 3 адам үңгірде қалып кетеді ғой. Сол кезде біреуі зина жасамауға сабырлық еткен үшін қандай Алладан сый алады деңізші, яғни үңгірдің ашылуына себепші болады. Біреуі сол дүниені, яғни бір мердігер адам жұмыс жасатады, ол адам ол ақысын беру керек қой. Сонда дейді әлгі адам бірнеше уақыттан кейін сұрап келгенде, сонша қой ешкісін беріп жатқанда маған бір лақта тастамай кетті дейді. Соның бәрін алып кетіп бара жатқанда, ол дүниеге де сабырлық керек. Қараңызшы, ана кісіден де бұл сұрап алып қалма, мен баққан қаққаным бар, жем суы бар дегендей еш нәрсе деген жоқ, мына сіздікі дедім де бердім де жібердім дейді. Егер осы сенің ризалығың үшін жасалған болса деп айтады. Бұлда сабырлық қараңызшы. Сол дүниеге құнықпастан, сол дүние қолында тұрса да, соған сабырлық еткендігі айтылады. Өте қысқа қылып айтып кетіп жатырмын көп нәрсені, бауырлар. Сол сабырлықтардың осынша мысалдарынан келтіре отыра тағы бір маңызды нәрсе айтқым келетіні, көп адамдар сабырлықты
әлсіздікпен шатастырып алады. Сабырлық ол әлсіздік емес. Яғни мысал айтайын, сіз үндемей тұрсаңыз біреу төбеңізден қойып қалса, сабыр еттім дей салғаныңыз ол сабырлық болмайды. Яғни күшіңіз, бүкіл құдіретіңіз соны орындауға жетіп тұрып, соны орындамаған адам сабырлы дейді. Пайғамбарымыздың әйгілі сөзі бар ғой, білесіздер, кім күшті болады дегенде әркім әрқалай айтады. Біреу дүниесі күшті, біреу білегі күшті дегенде қанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Қайсы бір адам күнә істен тыйылудан, яғни ширк және күфір, сондай бір жаман амалдардан тыйылудан өзін ұстаса, бірақ соны орындауға шамасы бар, қуаты да құдіреті де жетіп тұр, бірақ соны орындамай тоқтаса, міне сол адам күшті деді. Яғни адамның мына жігерінің күштілігін айтады. Воля дейміз ғой, жігерінің, қайратының күштілігін айтады. Қазақта айтады сол үшін: қатты жерде қақ тұрар, қайратты жерде бақ тұрар дейді. Сонда тіпті бақытты болам десеңіз де қайратты болуыңыз керек дегенді айтқаны ғой Қазекең. Бұл бекер емес, бұл біздің дінімізде тұр. Екі дүниенің бақыты керек па сізге? Қайратыңызды шыңдауыңыз керек болады. Жақсылыққа деген сабырлық, жамандықтан сабырлық, және қайғы, қасірет, ауыртпашылыққа сабырлық бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында бір топ адамдар мен пайғамбарымыз қабір маңынан өтіп баратқан бір әйелдің шашын жұлып жылап жатқанын көреді. Жанына келіп сабыр етіңіз дегенде, сенің басыңа түскен жоқ, әрмен жүр деген сөзін естеді. Үндемейді пайғамбарымыз, жаймендеп кетіп қалады. Бірақ сонда көпшілік қой енді, біреу болмаса біреу тұрып айтады: ей бейшара, ана пайғамбар еді ғой, саллаллаху алейхи ва саллям еді ғой, сен не дедің оған дейді. О қайдан білейін дейді, қарапайым халық қой, мен қайдан білейін о кісінің кім екенін деп, соңынан жүгіріп қуалап үйіне шейін барады. Ол кісі үйіне кіріп кеткен болады. Есік сыртынан айғайлап тұр дейді: я Расулалла, кешіріңіз, мен сізді танымадым, білмедім дейді. Сонда пайғамбарымыз есікті ашып, сабырлық бірінші соққыда болады деген екен. Яғни әбден біліп болып, сосын барып сабырлық ету емес, жоқ. Бірден адам басына не қайғы қасірет төнсін, содан сол қайғы қасірет қандай нәрсе болса соның үстінде тұру, міне сабырлық сонда болады. Сонда барып қана ол адамның пейнеті болады. Білесіздер ма, сабырлықтың арабша сөзі, аудармасы не екен? Ашты, бір қатты ашты нәрсені сабыр дейді екен. Алоя бар ғой, кактус, алоялар. Соны да сабыр деп атайды арабтар. Неге? Өйткені алояның мынаны өзін бір қант қоспай, бал қоспай жей алмайсыз. Өте жаңа дәмі бір кермек, бір қатты бір не болады енді, ашты болады. Қараңыз, сабырлықта сондай, дәмі сондай болады екен. Адам басына түскен кезде сол дәмге, мүмкін ол тіліңіз одан ашымайды, бірақ жүрегіңіз ашиды. Жүрегіңіз қысылады, қиналады. Міне сол жүректің күресі, сол жердегі сабырлығыңыз айтылады. Әйгілі бір батыр болған екен арапта. Жұрт сұрайды екен: сіз неге батыр болдыңыз өзі деп? Батыр атандыңыз депті. Ол енді көп жерде батырлық жасадық, бірақ менің қатты есте қалғаным депті. Мынау басқа бір елдің жігіті, ру ғой ел дегені. Басқа бір жігітпен екеуміз күш сынасып қалдық дейді. Ол да енді бір өте керемет нән жігіт екен. Екеуміз ана жерде күрестік, айқастық, ала алмадық дейді бір-бірімізді. Күрестім, ала алмадым, төбелестім, ала алмадым, болмады дейді еш. Сонан соң енді әл дәрмен кетті, екеуміз отырмыз дейді жерде, енді күш жоқ дейді, ананың қолын созып не қылайын десем, бір нәрсе жасам. Ол да сондай. Содан айттым дейді: тоқтай қал. Осы жерде біз шешіп кетпесек болмайды енді. Қалай шешеміз деді. Сен бармағыңды менің аузыма сал, мен бармағымды аузыңа салайын, екеуміз шайнаймыз депті. Кім айғайласа, сол жеңіледі.
Енді қалай, басқа жоқ қой енді, күш жоқ қой енді. Жарайды дейді енді. Содан бір-бірінің бармақты салдым дейді ананың аузына. Ол да салды дейді. Ал шайнау басталды дейді. Күшім аузымда ғой дейді, басқа қол аяқ жоқ күш. Содан дейді шайнасам ананың қолы бір мақта сияқты дейді. Енді біреудің жаны білінбейді ғой сізге, ауырғаны. Бірақ менің қолым жан шап баратыр дейді. Анау ауырған сайын шайнайым, ақыры ойладым дейді, болды, біттім. Қазір айқайлауым керек дейді. Сол енді айқайлайым деп тұрғанда өзім айттым, осы енді және бір тістесінші, сонан соң айқайлаймын деп. Бір тістесем анау айқайлады деген екен. Қараңызшы, сабырлық деген осынша болады ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасиетінен деп айттым. Ахзаб, ол көп соғыстар бар. Хузайфа ибн Яман деген пайғамбарымыздың бір сахабасы ел кесіп жүріп пайғамбардың қандай болғанын айтады екен. Табииндардың заманы. Табииндар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның деген махаббатының соншалықты тарихшы ғалымдарымыз айтады. Табииндар рахматулла алейхим. О кісілердің, енді әр халықтың өзінің бір қасиеті болады ғой. Табииндардың басқа халықтан, тіпті сахабалардан айырмашылығы дейді. Олар пайғамбарды көзімен көре алмағанынан сол күйікті дейді, ғибадатпенен жойған халық дейді. Ана пайғамбар кеше ғана өтіп кетті, жете алмай қалды да өзі. Кеше ғана 3 жыл болды, 1 жыл болды, 2 жыл, 10 жыл болды, көре алмай қалды. Күйік қой енді, мен қалай көре алмай қалдым мен о кісіні. Сол күйікті дейді, құлшылық ғибадатпенен жойған дейді. Яғни қатты ғибадатшыл, осы қатты тақуалыққа деген құлшылығына деген ынтасы көп болған халық. Сонда осындай көпшілік халықта Хузайфа ибн Яман келіп пайғамбарымыздың өмірі жайында сұрап жатқанда бір кісі айтыпты. Ей сахабалар, енді ауыр сөз ол сөз. Сендер пайғамбардың қадірін біле алмадыңдар ғой депті. Ойласаңызшы, не деген ауыр сөз, Сонда Хузайфа ибн Яман күледі, жайма дегенде, себебі біздің арамызда болғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи біз ол кісінің табанын жер бастырмайтын ек депті. Көтеріп алып жүретін ек дейді. Қолынан келеді олардың. Уаллаху алам олар істейді. Бірақ бұйырмады ғой. Сонда Хузайфа ибн Яманның сол заманды көрсетіп бермекші болған суретін қараңыз, қалай сурет дейді. Ахзаб деген соғыс дейді. Тарихқа қарасаңыз, Ахзаб соғысында пайғамбардың жанында 700 әскер болған дейді, бір риуаятта 3000 дейді. 700 бен 3000-ның арасы. Ал сырттан келген дұшпан 10.000-ға жуық халық дейді. Және бір жақтан келмеген, екі бөлек, екі жақтан келген халық. Ортада ор ғана бар. Ат секіре алмайды әлбетте. Ішіне түйе түссе, үстіне адам тұрса да өте алмайтын шұқыр, ырғып секіре алмайтын жаңалдегі кең. Осындай ғана ор бар арамызда дейді. Арғы бетте дұшпан, бергі бетте біз. Сол бір заманда дейді, бір жігіт, бір өзі дәретханаға өз әжетін бітіре алмайтын дейді. Бір өзі дейді. Себебі от жағып бара жатсаң, садақтың оғы ұшып келеді ана жерде. Көрініп жүре алмайсыз. Кәдімгі сондай бір ауыртпашылық заманда 1 ай тұрған ғой жау сол жерде, 1 ай шамалас. Сол бір ауыр күндерде күн суық басталды. Бір қара суық, қара дауыл келді дейді. Сол қара түнекте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдында барлығымыз отырмыз. Пайғамбарымыз орнынан тұрып айтты дейді. Кім маған дұшпанның хабарын біліп келеді дейді. Үн жоқ. Тып-тыныш, үн жоқ. Пайғамбарымыз уәде берді дейді. Кім маған дұшпанның хабарын біліп келсе, соған жәннат. Ойласаңызшы, пайғамбарымыз көзі тірісінде уәде беріп тұр, уәде. Енді табииндар ойлау мүмкін ғой. Бізге уәде берді, бисмилля, шабам ғой мен қазір дейді. Бірақ қараңызшы, сол жерде Абу Бәкір де отыр. Сол жерде батырлар отыр, ірілер отыр, сол жерде төрелер отыр. Бірақ біреуінен мен деген дыбыс шықпады дейді. Не деген ауыр заман, Сонан соң дейді, негізі дейді, сол халықтың ішіндегі ең жіңішкесі
бойы кішкентайлау, әлжуаздау мен едім дейді. Хузайфа айтады да, бұның бәрін әңгімелеп отқан. Пайғамбарымыз 3 рет уәде бергенде үн шықпаған соң нұсқай бастады. Ей Хузайфа, сен бар деп айтты дейді. Пайғамбардан тікелей бұйрық, енді бұл жерде бұлтармайсыз енді, болды енді. Бұйрық тікелей келді. Кім деген ерік жоқ енді. Амал жоқ, орнымнан тұрдым, пайғамбар айтты, болды. Дұшпанның хабарын біл, бір қандай да қиыншылық жасама, Абу Суфиянды көрсең өлтірме. Және ол жақтың хабарын келгенде маған бірінші айтпай тұрып ешкімге айтпа дейді. Болды. Жолға шығысыменен күннің суығына қараған жоқпын, тер шыға бастады дейді маңдайымнан. Күн жылып кеткендей болды маған дейді. Барсам дейді, біздің жақтың дауылы еш нәрсе емес екен, ордың арғы бетіндегі дауыл бір қиямет дейді. Адам адамды зорға таниды, астан кестеңі аласапыран болып жатыр дейді. Солай адасып келіп қарасам, бір адам теріс қарап тұр, үстінде бір қымбат киімдер тұр. Түсіндім дейді, мына осы үлкендердің біреуі деп, садағымды оқтап, осы жебені оқтап, тартып тұрып, желкесінен жіберем деп тұрғанда пайғамбардың сөзі еске түсті дейді. Болмайды, болмайды. Жарайды деді. Солақ екен, анау кісі бұрылды да, ей, халайықты жинаңдар, жинаңдар деді дейді. Сөйтсем, сол Абу Суфиян екен дейді. Жина дегесін, мен де сол жерде тұрам ба, айғайлай бердім дейді. Бері келіңдер, жинап жатыр, келіңдер. Жұрт жиналды. Не болды, айтыңыз. Негізі бар ғой, біз осында бір айдай тұрдық, жеңдік қой деп ойлаймыз. Қарсаңыз, дымда жеңген жоқ о жерде. Халайық, араларыңда анау арғы беттің адамдары болып қалмасын, көріңдер деп айтты дейді. Тапқырлығын қараңызшы мұсылманның. Жұрттар жан жағынан бұлай-бұлай руластарын, ағайындарын іздеп жатқанда, дереу оң жағымдағын ұстадым дейді. Сен қайдансың? Мен осындамын. Сен ше, пәлен жерден, өзіміз деп айттым дейді. Болды. Содан өзіміз болдық дейді. Қайтамыз деген бұйрық келді. Мен қуандым. Орнынан тұр пайғамбарға айтып бердім дейді. Енді қысқартып айтқаным халайық. Бірақ бұл жердегі сабырлықты қараңыз. Аллах табарака ва тағаланың пайғамбары, оның бұйрығы келсе, соны орындауға да сабырлық керек болады. Сіздің кішкентай үлкендігіңізге қарамайды. Сіздің күшіңіз бар жоғыңызға қаралынбады. Бәлки осындай амалдарға да төзген, осы бір нар жігіттердің арқасында бізге дін келді. Осындай дінге сабырлықтың арқасында бізге осы ислам деген нұр келді халайық. Ұзын сөздің тобықтай түйіні бауырлар, біз мұсылман халқы бірінші орында сауап амалдардың, дұрыс амалдарды жасауға сабырлық етуіміз керек. Екіншіден, күнә амалдардан тоқтауға сабырлық етуіміз керек. Ал үшіншіден, Аллахтың берген қандай да бір сындарына сабырлық етуіміз керек болады. Сол сындардың бірі халайық. Сіз бен біздің арамызға келіп жатқан ақида және фиқ мәселесіндегі сындар. Ұзақ айтпаймын халайық. Бірақ айтқым келетін мәселе, кейбіреулер айтады. Ханафи мазхабындағы дәлелдер, зайыф дәлелдер. Матруди ақидасы, имам Матрудидің өзінің шейхтары жоқ, белгісіз, және ақидасы қисық дейді. Кешегі жерде де айттым, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін бір ауыз сөзбен дәлел айтқым келек, ұзақ емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан барлығыңыз білетін бір әдемі хадис бар. Константинополь фатх болады. Күндердің күні келіп, Константинополь фатх болады. Константинополь білесіздер ма, қай жер? Стамбул қаласы. Сол Константинопольді фатх еткен әмірші қандай тамаша әмірші. Сол Константинопольді фатх еткен әскер қандай тамаша әскер деді. Дұрыс па? Бұл пайғамбардан сол әміршіге және сол әскерге арналған грамота еді, біздің тілде айтқанда. Сол
пайғамбардың уәдесіне мен жетемін деп қанша халық дүние салды, қанша ұлылар жан тапсырды. Алла бұйыртпады бірақ оларға. Сахабалар, табииндар, табииндар барлығы осы Константинопольдің түбінде жеңілді. Бірақ Аллахтың бұйрығы ол кісілерге бұйырмаған. Мазхабы Ханафи, ақидасы Матруди ақидасында болған имам Мұхаммад әл-Фатих сұлтанның қолында фатих болды осы ел. Халайық, енді айтыңыздар, егер бір адам Матрудиді қате десе, пайғамбар сол адамды мақтайды ма? Айтыңызшы. Имам Абу Ханифа рахматулла алейхқа имам Матруди табақат кітаптарында 4 имамнан қосылады, бар жоқ. 4 ұстазынан қосылады Абу Ханифаға, имам Матруди. Жақында мақала оқыдым, Матрудидің ұстаздарын пәлен түген деген кітаптардан тексердім, одан табылмады деген мақала жазылды. Орысша, қазақ тілінде, араб тілінде шықты. Ағылшын тілінде де бар болу керек. Ол мақаланы қолыма да жетті. Бірақ байқағаным, о кісінің біліміне альхамдулилля, Алла разы болсын. Бірақ о кісінің іздеген кітаптарының барлығы дерлік Ханафи мазхабының табақаттары емес. Түсінесіздер ма? Бір адамды исламда ғұлама кісіні іздеген кезде ортақ жерден іздемейді. Іздейтін әркімнің өзінің орны бар. Мысалы, Шафии мазхабының ғұламаларын іздесеңіз, табақату Шафиия кітаптарынан іздейсіз, табақат кітаптарынан. Табақат дегеніміз шежіре кітаптар. Осындай ғалым өткен жылын, кім ұстаздарын, шәкірттерін, уақытын, қашан туылды, қашан өлді, соны айтатын кітаптар. Ол кітаптардың түрі көп, ішінде авторитеттері бар. Сол авторитет кітаптардың Ханафи мазхабында Абдул-Хай Люкнауидің табақат кітаптары. Сол жерде кәдімгідей жазып қойылған, ол ұзаққа кетудің қажеті жоқ еді. Сол авторитет кітаптарда имам Матрудидің ұстаздары 4 имамнан пәленше, түгенше деген ұстаздар арқылы Абу Ханифаға баратындығын жөнінде жазылып қойылған. Кімнен сабақ алғандығы, қашан өлгендігі, қашан туылғандығы. Сондықтан айтатыным, мәлімет бір жақты ғана болып қалған жерге мәліметті іздемеңіз. Сіз мұсылман адамсыз. Құран-ы Кәримде Алла табарак ва тағала былай дейді: «Инжаакум фасиқун бинабаин фатабайяну». Егер бір фасық адам келіп бір хабар айтатын болса, оны тексеріп көріңіздер дейді. Рас, енді үлкен күнә емесін білмейміз. Біз ол адамнан хадис алынады. Біздің заманымызға дейін кімнен хадис алынатынына білгіңіз келсе, имам Науауидің Муслимнің шархында жаңылдегі жазып келген кезде айтылады: имам Науауидің заманы ғой, біздің заманымызда хадис алынатын адам қалмадау деген сөзі бар. Сол кезде хадис алынатын адамның қазіргі кезде айтудың қажеті жоқ шығар. Өйткені көпшілігіміздің кемшілігіміз де, күнәларымыз да көп, біліміміз де көп жағынан жетпейді. Бір жақтан хабар келсе бауырлар, сол хабарды кеңірек, жан-жақты тексерсеңіз, иншалла жақсы болады деп ойлаймын. Себебі имам Абу Ханифа рахматулла алейх, мысалы, ең қарапайым нәрседе көп әлемде қазір фатуа комитеттері көп. Сол фатуа комитеттерінің біреуі Саудияда Шейх Ибн Баздың ашқан комитеті болса, сол комитеттің 87 жылғы фатуасында айтылып тұр ақпен қара. 4 имам Абу Ханифа, имам Малик, Шафи, Ахмад Ханбал, осы 4 имам біздің әхлі сүнна ғалымдарының имамдары. Ол кісіні ешкімнің жамандауға, істерін қате деуге ақысы жоқ деген фатуасы тұр. Артында сол замандағы ұлы 7 имам қол қойған. Соның біреуі Ибн Баз. Оны айтқым келгені бауырлар, біздің имам Абу Ханифаны барлығымыз білеміз. Ол кісі әхлі сүннаның имамы екендігіне. Ал әхлі сүннаның имамы болса, сол имамның соңынан ерген адам да әхлі сүннадан болмай ма? Ол адамның соңынан ерген адам бидатшы болып, олмен амандасу, олмен араласу дұрыс емес болса, айтылар еді ғой, түсінесіз ба? Бұлар әхлі сүннадан емес деп бөліп тастайтын еді ғой. Имамның басқа имамдарға ұзаққа бармаңыз. Абу Ханифаның шәкірттерінің өзіне назар салыңыз. Шафиида ондай жоқ, Маликта да, Ахмад Ханбалда да ондай жоқ. Имам Абу Ханифаның 3 шәкірті мужтахид мұтлақ. Мужтахид мұтлақ дегеніміз академиктің жоғарғысы болады.
мұштахид деген академик болса, мұштахид мұтлақ дегені бүкіл ғылымдардың мұштахиды деген. Ислам ғылымдарының мұштахиды. Басқаша айтсам, имам Захабидің бір кітабында айтады, Мизан кітабында. Бір кісі сұрапты дейді. Ахмад Ханбалдан фатуа сұрайын деп едім. Не дейсіз дегенде имам Захаби жазады. Имам Ахмад Ханбалдан фатуа сұрап не қыласың? Ол мұхаддис қой ол. Ол мұхаддис, ол қашаннан бері фиқхтан фатуа айтып қалды. Мұхаммад Хасан Шайбанидан сұрамайсың, оның жанында Ахмад Ханбал бала ғой дейді. Түсінесіз ба? Мұхаммад Хасан Шайбани Абу Ханифаның шәкіртінің шәкірті негізі. Өзінің де және шәкіртінің шәкірті. Абу Юсуфтың шәкірті. 3 ұлы имам Абу Ханифа мазхабында. Абу Юсуф, имам Мұхаммад Хасан, одан кейін Зуфар ибн Зухайл. Осы 3 үлкен ғалым, әр қайсысы имам Малик сияқты, әр қайсысы имам Шафиғи сияқты, әр қайсысы имам Ахмад сияқты үлкен мұштахид ғалым. Жекелеп мазхаб ашша жарайтындай үлкендер. Төменнен соны салыстырғым келіп отыр. Шейх Азхар дүниеден өтіп кеткен ол кісі, бір субханалла атын ұмытып отырған. Олы бір осы имам Азхарлардың үлкен имамы, Азхар университетінде үлкен ғұламалардың бірі былай деп айтады. Мен Ибн Абидин деген кісінің кітабын ашып отырып теңіздігін біліп, өзімнің бала екендігімді түсінем дейді. Ғалым кісі болмаса, доктор ғалым кісі айтып отыр. Мен мына кітапты ашып отырып өзімді бала сияқты көрем дейді, дым білмейтін сияқты көрінем. Сонда дейді, сол Ибн Абидин мына кешегі Осман халифатындағы муфтилардың біреуі. Абу Ханифадан кейінгілердің деп осылай бірнеше рет айтса болады, солардың біреуі. Сонда мына кісінің өзі сондай мұштахид болса, ар жағындағылар қандай болғандығы, қандай үлкен теңіз болғандығын айтым келеді. Бауырлар, сол үлкен 3 мұштахид та Абу Ханифаның фатуаларын дұрыс деп кетті. Яғни бір мұштахид ғалым тексерсе мақұл да, 3 мұштахид шығып отырып Абу Ханифаның сызған сызығынан шыққан емес. Осы Абу Ханифаның оқыған намазы да, оразасы да, істеген амалы да дұрыс деп айтып кетті. Бір мұштахид емес. Түсінесіз ба? Кешегі өткен Ибн Усаймин сынды, Шейх Альбани сынды, басқа сынды ғұламалар, олар доктор ғалымдар, мұштахид емес бірақ. Түсінесіз ба? Мұштахид еместігін мен айтып отқан жоқпын. Арман айтты демеңіздер, Құдай сақтасын. Шейх Ибн Баздың фатуасы тұр. 85 жылғы фатуасы тұр. Біздің ғасырымызда, 25 ғасыр, ол кезде Шейх Альбани да көзі тірі, барлығы көзі тірі. Біздің ғасырымызда мұштахид ғалым жоқ деген фатуасы бар. Жоқ, 20 ғасырда ғалым болған емес, жоқ. Қазіргі Саудиядағы үлкен ғұламалар комитеті бар, бүкіл әлемнің әр бұрышынан үлкен ғалым деген адамдарды жинап отыратын комитет. Сол комитетте де үлкен жазуменен өзінің фатуасы тұрады. Біздің де ғасырымызда, 21 ғасырда да, өткен 20 ғасырда да мұштахид ғалым болмады дейді. Бұлар сізбен бізде қара жаяу адамдар емес, бауырлар. Бүкіл ислам әлемі, мен бір мемлекетті айтып тұрған жоқпын. Үлкен мен деген ғұламаларының жиналысында осылай айтылған. Егер бір адам бұларға сенікі дұрыс емес десе, қашан айтылған болар еді. Қателесесіздер, түгенше деген мұштахид шықты ғой деп айтар еді. Тарқалар еді. Мұштахид болса да бір немесе бірнеше мәселеде ғана бар. Бірақ мазхаб құратындай, соңынан үлкен кәдімгі бір мазхабқа әңгіме айтылатындай ғалымдар шыққан емес әлі. Кешке сол иштихадтардан кішкентай мысалды хадистермен салыстырыңқырап, иншалла тоқталып өтіп кетем. Уақыттарыңыз көп алғым келмейді. Қорытып айтқым келетін бауырлар, білім біздің ислам ғылымы үлкен нәрсе. Оған сабырлықпен кеңіздер, бауырлар. Жүрегіңіз кең болсын. Мына нәрсе дұрыс қана деп, бір қалыпты ұстап қама деп көп айтып жатыр оны. Мен сіздерде тек қана мысалы
фанаттық сезім менен бір ғана осы кісіні сызып қойғанына жүріңіздер деп отқаным жоқ. Құдай сақтасын фанаттықтан. Бірақ ойлаңызшы, сіздің көзіңіз соқыр болғаннан кейін, яғни өзіңіз дінді көріп жүре алмағаннан кейін, біреудің етегінен ұстап жүрген авам халық болғаннан кейін айтып жатқаным, біреудің етегінен ұстағыңыз келсе, ол етектің қандай екенін білуіңіз керек қой. Қандай үлкен кісі екенін білуіңіз керек. Барған сайын ұлы, барған сайын үлкен білімді адамның етегін ұстансаңыз, дұрысырақ болмай ма халайық? Бәрібір етек ұстамай жүре алмайсыз. Оған жүздеген дәлелдерім бар. Бір етекті ұстап жүрмеймін, мен өз бетіммен жүрім деген адам өтірікші бауырлар. Жалғаншы ол адам. Міндетті түрде, мысалы кейбір бауырлар келеді, маған дәлел айт дейді да. Ойлап қалғанмын. Бірінші кездерде 2005-терде ойлап қалып, сол кісілерге дәлел айтқанмын мен. Ұстанбайды. Хадис айтып тұрмын пайғамбарымыздың. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Хасан деген хадисін міне айтып тұрмын. Міне осындай хадис айтып тұрмын десем, ұстанбай кетіп қалғаннан кейін түсіндім. Сөйтсем, соқыр адамға жол көрсетіп тұр екен, ол біреудің етегін ұстап тұрып дәлел сұрап тұр екен ғой. Я мен айтқан дәлелім бір құлағынан екінші құлағынан шығады. Сосын дәлел айтуды қойдым көп жерде. Себебі мен оған хадисті қорғылам. Оған дәлел айтайын ба? Сөзіме дәлел болсын. Басқа кітаптардың барлығын қоя қойайық. Мынау кітаптың мына бетінде, ана кітаптың мына бетінде демек ұзақ емес. Жақын жерден алсақ, кеше өткен көзі жұмылған, Алла рахмет қылсын, Ибн Усайминнің Мұсталахул хадис деген кіттай ғана кітабы бар. 12 парақ, 30 парақ, 20 парақ кітап. Сол кітапта Мұсталахул хадисте кәдімгідей жазып келіп, хадисті сахих, хасан, осындай жағынан хадис бөлінеді деп айтып келіп, хасанның өзі екіге бөлінеді, екінші дәрежесі, оның хасан лидатих, хасан лигойрих деп екіге бөлінеді. Бұл екеуі де амалға талап етіледі, амал жасалыну керек болған хадистер. Солардың біреуі Омар радиаллаху анхудан келген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай дұға қылса да бетін сипамастан қоймаған деген хадис бар. Осы хадис хасан хадис. Бірақ хадис айтам. Хасан хадис амалға үлкен хадис. Мен заифта хадис айтып отқан. Хасан хадис деп айтылғанның өзі, менде оны тахриж қылып атқан жоқпын. Шейх Усаймин өзі айтып, хасан лигойрих деп. Осы хадис амалды талап етеді, бірақ мен сол хадиске амалған жігіттерді көрген жоқпын. Хадисті айтып тұрып, қолына міне деп тұрсам да, амалғаннан кейін, бауырлар, мен түсіндім. Оказывается, олар да бізден айырмасы жоқын. Бізді айтады, сендер сопыларсыңдар, пәленше имам, түгенше имам дегенді айтқан істейсіңдер. Ал мен хадиспен құранмен ғана жүрем дейді. Өтірік. Өтірік. Хадиспен құранмен жүрмейсің. Сен тек қана пәленшенің, түгеншенің айтқаны ғана істейсің. Басқаның айтқаны істемейсің. Сондықтан ондай өтірік сөзді қой керек барлы. Дұрыс дұрыс. Себебі біз тек қана сахих хадиспен жүреміз. Ал дайын хадис ол просто предположение, догадка дейді, адамның ойы ғана дейді, рас емес шығар деп күмәнді нәрсе дейді. Оның ісімен жүрмейміз дейді. Өйткені Құранда Аллах Тағала айтып дейді, инна зонна ла юғни минал хаққи шайъан. Ой күмән, иә. Түкке тұрмайды дейді. Енді мысалы кейбір мәселелерде осындай болады. Мысалы Абу Ханифа деп айтсақ, оны Абу Ханифаның ғалым екендігіне ешкім қарсы емес. Адам болмаса, ол барлық мәселелерде болады. Ана мазхабтың шәкірті болсын, мына мазхабтың шәкірті болсын. Адам барлық жерде бар. Ғалым да барлық жерде бар. Солардың біреуі болса, ешкім Абу Ханифаның жаңағы бидағат иесі, адасқан деп айтпайды. Рахматуллах алейхи ахмисунның ғалымы, ол мәселеде көп ауыздарынан керек өтті, оны ешкім не алып жатқан жоқ. Бірақ ғалым қателеседі. Егер ғалым қателессе, егер ғалым қателессе, сөздің ажал алмай қойсаңыз, ғалымның қателесетін деген айтып тұр. Қателессе де, оған бір сауал жазылып шығады үкімі үшін. Өйткені ол шынымен ықыласпен ақиқатты істейді. Ал егер ол тауып алса ақиқатты шынымен істейді, оған екі сауал жазылады. Осылай айтты. Ғалымның қателесуі бар екендігін айтады. Бізге енді бұл керек емес. Мысалға, анық дінде исламның ла иляха иллаллах Мұхаммад расулуллах деп сөзді қабылдайды ислам. Бұның мағынасы тек қана құлшылыққа лайықты Аллахтан басқа тәңір жоқ,
бір ғана Құдайға құлшылық қылады, ал пайғамбардың келу мақсаты осы құлшылықты бізге көрсетіп береді, қалай құлшылық қылу, яғни пайғамбарға еру. Бұған байланысты жүздеген аят бар Құранда, қаншама хадис бар. Біз сендерге Фирғауынға елші жібергендей, куә ретінде пайғамбар жіберді. Кім пайғамбарға қарсы келсе, оны Фирғауынды қинағанда, Фирғауынды қатты азаппен қолға алды дейді. Яғни бұл жерде көптеген дәлелдер бар. Кімдеген Аллахқа елшісіне бойсынса астарына жәннат, өзендер арқылы жәннатқа жүргізіледі. Иншалла. Жаңағыдай дәл мәселе ішінде. Ал бірақ енді одан басқа жоқ емес хадис. Бірақ мына жақта көптеген хадистер тұр. Сахих. Соки 10 хадис тұр сахих. Или 2-3 хадис тұр сахих. Енді ана дәл мәселені қойып, жаңа сахих хадисті алып соған амал жасау емес. Дұрыс. Жауап беріп көрейін, иә? Иншалла, Алла разы болсын. Иншалла, Алла жақсылығын берсін. Иншалла, көп ізденіпсіз. Иншалла, және тоқтамаңыз. Иншалла, ізденуден. Сол кітапты оқысаңыз, Шейх Усайменнің хадисті бөледі. Мен әдейі не қылмасам десем, енді сол мәселені оқымай кетіпсіз да. Хадис бөлінгенде Хасан Лиғойров деп мен әдейі айтып кеттім. Хасан Лиғойров деген не деген кезде заиф хадистерден тұратын. Көрдіңіз ба? Имам Альбаниға да мен қарсы шығып отқан. Имам Альбани, заиф деді. Бірақ біліңіз, заифтың да түрлері бар. Бір түрі ғана емес. Оның бір түрлері бар, расында да арасында матрук, мүлде хадис алынбайтын адам айтылған хадистер бар. Оларды енді бір-екі риуаяттары, мысалы, арасында сихат дейді ғой, хадис алынатын адамдары бар болғанменен, ана жерде бір адам бұзып кетеді. Сөйтеді, орта цепочка үзілгеннен кейін ана мәтінге күмән түседі. Бірақ егер матрук емес, мудаллис дейді, ол бөлек адам, яғни ұмытшақ адам болса, оның хадисі жазылса, ол дұрыс болады. Немесе бір адамның орнына ауыстырып қоятын адамның риуаяттары болады. Бұлар заиф болады, адам ауысқандығы үшін ғана. Бірақ ол хадис заиф болғанменен осындай заиф дәрежедегі хадистердің бірнешеуі қосылса хасан болады деген үкім бар. Менің қалтамнан шығарған емес, ғұламалардың үкімі. Хасан Лиғойрих деген сол. Яғни Хасан Лизатих деген, жақынырақ түсіндірші енді, кешіріңіздер, кеңірақ болсын. Хасан деген жақсы деген сөз. Лизатих деген өзі жағынан жақсы. Яғни өзі жақсы хадис. Сахих дәрежесіне жетпейді, сәл төмендеу, бірақ амалдағы бірдей. Яғни Хасан хадис, лизатих өзі үшін, яғни иснадында да басқасында да жайид деген үкім тұрады. Ал бірақ енді бірнеше жаңалды жоғарыда айтқанда лиғойрих дегені басқаға дегені түсіндіңіз ба? Яғни мынау бірнеше заиф хадистер келеді да, бірнеше заиф хадистер келеді. Сөйтеді, сол бірнеше заиф хадистер бір-біріне қосылғаннан барлығы дерлігі төмен емес, ана маузу өтірік хадис емес. Арасындағы хадис алынбайтын адамдар жоқ. Бір-екі жеңіл ғана слабость бар хадистер бір-біріне жиналып, мағыналай да бір мағынаны беріп тұрған бірнеше хадис жинала келе хасан дәрежесіне жетеді бұл. Бұл мусталах хадис деген білімі. Любой хадис көшеден ашыла қойып алынбайды. Себебі Сахих Бухариде 6200-дің жобасында хадис болса, қайталауын және даифын аптасаңыз 1,5 хадис бар. Бухаридің ішінде де заиф хадистер бар. Ал сіздің келтірген Сахих Альбанидің жаңағыдай расында да оның барлық сахих емес, бірақ ішінде Альбаниге ол имам Альбанидің тарапынан сахих. Сол кісінің тарапынан ізденген, ол иштихад қылды. Дәл солған ұқсас басқа да мұхаддис ғалымдардың ізденгенінен сол именно хадистің ішінде біраз әңгімелер шыққан. Ол оқысаңыз білесіз, сол хадис кітабының сыртында үлкен әңгімелер бар. Сол әңгімелердің біреу бір-екі хадисті тіпті соның шәкірті қосып жіберген, имам Альбаниден естігеннен кейін қосып жіберген деген сөздер тұр. Мен бұл кісінің несіне не қылмаймын. Бұл хадис имам Альбанидің, мысалы, Ирваул Ғали деген кітаптары бар, 9 томнан тұр. Оны да оқып шықтым. Жаңағыдай, осыған ұқсас бірнеше кітаптарында расында да көрсеңіз, имам ғалым адам болғанменен бәрібір қателіктері, бұл кісінің жазылған жерлері бар. Сол үшін айтам, бірақ ол қателіктерін тоқталып отқан жоқ. Мен именно айтып отқаным, хадис заиф, расол, бірақ бірнеше заиф хадис қосылғанда хасан хадис болады екендігін түсіндіргім келіп отыр, бауыр. Яғни, сол үшін хасан хадис амалда тұрады, амалда қабылданады. Оны біреу адам
Бірақ хадисте емес айтылып отырған. Ол жерде бірнеше хадис жиналып, мағыналай бет сипау біздің дінімізден екендігі, оны бида деп айтудың қателігін айтып кеттім, бауыр. Сіздің айтпақшы болған сахих хадистер, иә, хутбада тұрғанда кейбір жерлерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қолын көтерді деген бар да. Болды. Бірақ қолын қалай түсірді дегені жоқ. Түсінесіз ба? Жанына былай түсірді ма, жаңағы тура түсірді ма, жоқ. Қалай сол күйі қалдырып қойды ма, қалдырған күйі қолын байлады ма, айтылмаған. Түсінесіз ба? Яғни пайғамбарымыз қандай дұға қылса да қол көтергендігі бар. Мысалы, кейбір хадистерде расында да кейде жоғары көтергендігі бар. Соншалықты иығынан шапаны түсіп кетті дейді. Бірақ сол қол қалай түскендігін мынау хадис, ана хадистерге қосымша күш қуат берді ғой дегім келеді. Яғни қол көтеріледі, барлығында бар. Тіпті кейбіреулерде бар, мысалы, біреулер дәлел айтады, мысалы, қолдың енді басқа жаққа шығып кеткім келіп жатқан жоқ еді. Негізі қолды мысалы көтергендігі жаңағыдегі Аллахтың жоғарыда екендігіне дәлел деп айтады. Жоқ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қолды былай ұстап тұрған дұғасы да бар. Кәдімгі Бадыр соғысында қолын теріс қарай төмен ұстап тұрып та дұға қылғандығы бар. Мысалы, ол кезде біз айтпаймыз Алланың төменде екендігіне дәлел деп. Бірақ қандай халде де пайғамбарымыз дұға қылса да соңынан бетін сипаған дегесін айтылып жатыр. Қолды қай жаққа қойыңыз, көтергеннен кейін оны не істеген пайғамбар десе, одан кейін бетін сипаған деген хадис бұған дәлел айтылып тұр. Енді кейінгі сұрағыңызға кірмеймін мен. Ақида мәселесіне кірмеймін. Бірақ Құранды жаттағам. Осы жерден кетіп бара жатқанда мен Өзбекстанда 5 жыл оқыдым, 4 жыл. 20 пара Құран білетінмін сол кезде де. Шетелге барып 3 айда көтеріп алдым. Йеменде оқыдым 5 жылдай. Ұстазым Шейх Исмаил деген кісі Құраннан, ол кісі 14 қырағат егесі. Халил Хусари деген кісіні естігендеріңіз бар ма? Бұрынғы оқыған жігіттер болса естеді. Құранда қазіргі мода Мушарри Рашид Ал-Ақфаси ғой. Бұрынғы біздің кездегі 90 жылдардың модасы Халил Хусари мен Миншауи еді. Сол Халил Хусаридан 1 жыл төмен оқыған кісі. Мысырлық үлкен ғалым кісі, 14 қырағаттан еге. Сол кісінің қолында жаттадым. Одан бөлек имам Муслимнің сол 24 томдық кітабы Сахих Муслимді ұстаздармен оқып тапсырып, содан ижазам бар. Имам Бухариді Өзбекстанда жүргенде оқығанмын. Содан кейін, шетелге барғаннан кейін сол кітаптан қайттан ижаза алдым. Абу Дауудтен ижаза амман бар, яғни көпше түрде. Қазіргі кейбір жерлерде мода болып жатыр ғой, шейхтің алдында отырып оқыдым деген. Яғни сол Абу Дауудке дейінгі, дәл сол Абу Дауудтың аузынан естідім деген осындай мысалы риуаяттермен келгендегі жаңағыдегі ижаза бар. Енді көпшіліктің арасында отырып, жеке атыма емес, мысалы осы жерде отырғандардың барлығына мысалы ижаза осы кітаптан естіп толығымен басынан аяқ естілді деген ижазалар. Ол ижаза амма деп аталынады. Ижаза хасса жеке адамға, фамилия дейді. Жанына суретіңіз жапсырылады, астына печаты қойылады. Пәленшейіп түгеншеге ұлына мен жеке осындай кітаптан немесе осындай білімнен рұқсат беремін деген, рұқсат деген сөз ижаза деген сондай бар. Ол нәрселер бар, иншалла фиқх бабында да, хадис бабында да ол ижаза бар. Бірақ шынымен оның соңына дейін қатты қоламадық. Қоламағаннан бұрын ғалымдарды көп естетіміз алдында отырып, өйткені университетімізде бәрі мешітке намаз оқуға келесіз. 10 000 адамдық мешіт үлкен. Ол жерде 10 000 тәләба бар, сол жерде білім тоқтамайтын. Одан бөлек университетте оқыдық. Сол университеттің өзінде де барынша шамам жеткенше уақытын тапқанша сол кісілердің сабақтарына қатыстым. Тек бір ғалым демеймін, не деген үлкен ғалымдар бар. Сол ғалымдардың бірі мысалы фиқхтан үлкен ғұлама Абдул-Карим Зайдан деген үлкен ғалама кісі бар. Араб елінде біледі. Ең қарапайым мысал таныстыру үшін айтам. Шейх Ибн Базға бір күні бір кісі былай депті: сіз әйел туралы фатуа жазсаңыз, енді әйелдің үкімі, исламдағы үкімі туралы кішкентай кітап жазсаңыз дегенде Ибн Баз рахматулла алейхи айтқан: менің бауырым Абдул-Карим Зайдан деген кісі жазып асырып жіберді деген екен. Өткізіп жіберді, енді одан артық не жазасын деп. 17 томдық әйелдің үкімі деген кітап бар. Сол кітаптың егесі менің ұстазым. Сол қысқаша, иншалла жолыққанша. Субханакаллахумма ва бихамдика, астағфирука ва атубу илейк. Рахмет исіңіз. Бисмилlah.
оны таалиқ деп атайды. Яғни Бұхаридің хадистер былай келеді да. Жаңағыдегі бірінші шейх Бұхари баптаған емес, өзі бап дегенде бөлік жазған емес, хадисті қатар келтіреді да. Бірінші сахих хадис тастайды, одан кейін төмендеу келеді, сосын астына таалиқ деп атайды. Соның астына таалиқ хадистер, даиф хадистер тастайды. Мен енді қазақша аударылғанда оны білмеймін, өйткені мен қазақша орысша кітап оқымаймын, ренжімеңіздер. Оны білмеймін. Мен арабшасын айтсаңыз, Бұхаридің мәтінінде өзі әсілі шарқына кірмей-ақ қойыңыз. Бұхаридің өзінде даиф хадис бар. Оның атын таалиқ деп атайды, бауыр, түсініңіз. Яғни астында салбырауға былайды ғой, оны келтіру мақсаты. Сіздер ойламаңыздар, Бұхари заиф хадисті халыққа жаю үшін деген емес. Қалай келтіреді? Түсіңіздерші, бауырлар. Заиф хадис дегенді кесіп таста деген еш жерде үкім жоқ. Көздеріңізді көріп ашыңыздар. Біріншіден, имам Бұхари хадис жазады, сахих бір бапта. Мысал дейік, иман бабында или ниет бабында әйгілі хадис. Иннамал амалу бинният. Бірінші хадисі. Барлық амал ниетпенен дейді да. Хадис жазады. Сол хадистің астына заиф хадистер береді. Неге? Анау хадистегі мағынаны толықтыру үшін. Заиф хадис дегенде жоғарыда айтқанымдай мүлде алынбайтын емес. Ішінде матрук дейді ғой, анау қырқылған, үзік, ауыр емес. Бәлки слабости, жеңіл слабости болған хадистер анау хадиске түсіну үшін, мағынасын кең түсіну үшін таалиқ деп атайды. Аллақа деген ілу деген сөз. Яғни даиф хадистер ілген. Мұны ғалымдар таалиқ деп атайды. Осындай деп түсініңіздер. Білімізденіңіздерші, бауырлар. Бір фиқта бар ғой, фиқты түсіну үшін, мысалы, фиқ деген руку, сәжде, осының бәрін түсіну үшін бір хадис амал кесе, білмеңіздер, ол қарапайым хадис келді, соны амалы кетіп қалды деп түсінбеңіздер. Жоқ. Бұл жерде әр мектеп, мысалы, болса сол мектептің усулул фиқ деген сабағы бар. Усул фиқ деген фиқтың негізі. Бір хадисті екінші хадиспен қалай салыстырылады? Хадистің неше түрі бар және ол қалай келеді? Құран аяттарының неше түрі бар және олар бір-біріне қалай келеді? Осының бәрін зерттейтін ғылым усулул фиқ деп аталынады. Осы фиқтың өзіндік ережелері бар. Сол ережелерден мен сіздерге қарапайым қысқа